Қайырлы таң баршаңызға. Кеше бір кісілер жазған, бір Марина деген әйел телефондарына хабарласыпты. Аманжылық Сайлауович Бердиходжаев қант диабетінен дәрі ойлап тапқан, соны сатып алыңыз 66 мың теңге деп жаңа видеороликті жіберіп айтқан екен. Енді ол, видимо, танитын кісілер сіздің искусственный интеллектпен жасалған видео ұқсайды, поэтому өзіңізге тікелей хабарласып жатырмын деп жазды. Я оның бәрі өтірік деп, енді хабарласқан кісілердің телефонын беріңізші десем, телефонын жіберген болатын. Сөйтіп кешке жақын звондасам, телефон көтермеді. Таңертең өздері звондады. Бір Ольга деген әйел Алматыда жұмыс істейді екен, офисінің адресін айтты. Электронный жаңағы веб-сайттары бар екен, веб-сайтқа кіріп, осындай біздің препарат инсулинге көмектеседі деп. Енді мен басқа кісі ретінде телефонмен звондадым. 20 жыл диабетпен ауырам, мына дәріңіз ішсем диабетім жазылып кетеді ма десем, диабеттің дәрісін ішу керексіз, бірақ ол жаңағы диабетті емдеп шығуға көмектеседі. Шөптен жасалған, Ресейдің Алтайский край деген бар, сол жақтан шыққан шөптер, сол қуыққа көмектеседі, диабетке көмектеседі, буындарға көмектеседі. Бір 2-3 препаратымыз бар, соны алып көрсеңіз болады. Бір курсқа 3 комплект алу керексіз, әр комплект 22 мың теңге тұрады дейді. Сол 66 мың теңгеге барып тұр ғой. Вам круто повезло, мен айтқам Шымкенттемін деп. Сөйтсем, Шымкентте бізде акция бойынша жаңа препараттар бар, әкеп береміз дейді. Сосын сұрадым енді, рекламыңызда известный врач Аманжылық Бердиходжаев бар екен десем, да, у нас много врачей деп. Жоқ, именно Аманжылық Бердиходжаев сіздердің препараттарыңызды реклама жасап жатыр екен ғой, бір интервьюда айтып қапты десем, да, нас многие рекламируют. Аманжылық, фамилия у него очень сложная, Бердиходжаев деп жаңа интернеттен қарап отыр, что да, это известный нейрохирург деп оқып беріп отыр ғой. Искусственный интеллект солай информация шығарып береді, что он нейрохирург, оперирует сложные кейсы деп. Соны оқып беріп отыр. Я говорю, очень хороший отзыв, мне понравился деп. Енді